Қайырлы күн құрметті оқырмандар, бүгін сіздермен қызылша, сәбіз және бір алмадан өте дәмді әрі пайдалы шырын жасайтын боламыз. Өткен видеода көптеген адамдар қызылшадан, сәбізден қалай шырын жасау туралы сұрақ қойған болатын. Астында пікірде оқығанда көптеген адамдардың сұрағына тоқтала келе осы қызылша мен сәбізден сіздерге шырын жасауды үйрететін боламын. Ендеше кеттік. Ең алдымен бізге бір қызылша, жарты сәбіз және бір көк алма керек болады. Осыларды жақсылап қабығын ашып, тазалап аламыз. Және одан кейін осыны шырын өткізгіштен өткізуге оңай болу үшін жақсылап турап аламыз. Өткен видеода осы қызылша мен сәбізден жасалған шырынның қаншалықты адам ағзасына өте пайдалы екендігін, қандай ауруларға қолдануға болатынын мен айтқан болатынмын. Өзімнің басымнан да өткен жағдай, осы қызылша мен шырынды, сәбізді соның шырынын іше отырып, өзімнің гемоглобинімді 80 болып тұрғаннан 120-130-ға дейін көтерілген болатын. Бір апта тоқтатпай ішсеңіз, міндетті түрде гемоглобиніміз көбейетін болады. Мінеки барлық үш көкөнісімізді дайындап турап алдық. Енді бізге осындай сок выжималка дейміз ғой, шырын сыққышты пайдаланатын боламыз. Мен мұны кәдімгі Супак технолом деген магазиннен алған болатынмын. Енді осылардың барлығын шырын сыққыштан өткіземіз. Бұл жемістердің барлығын ешқандай қайнатпай, шекі күйінде пайдаланамыз. Ол өте ағзаға пайдалы. Шекі күйіндегі осындай көкөністер өз пайдалылығын ешқандай жоғалтпайды. Қайнатпай, шекі күйінде қолданамыз. Мінеки біздің шырынымыз дайын болды. Бетінде осындай көбіктер шығады. Қазір ол көбіктерді алып тастаймыз. Және де осындай бөлек ыдысқа сүзгішпен барлық осы шырынымызды сүзіп аламыз. Өйткені қазір арасында осындай көптеген қою нелері қалып қалады. Онымен бірге ішсе де болады. Мен үнемі алып тастаймын. Енді осы шырынға аздап су қосамыз. Сол кезде қатты тәтті емес, орташа тәттілікте болады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Өте пайдалы, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер де видеом пайдалы болған болса, лайк басып астына өз комментарийіңізді жазып кетіңіз.